Ағзамызда инсулин қалай жұмыс істейді? Мен оны осы суретпенен түсіндірейін. Егер біз жасушаны үй деп алатын болсақ, оған қажетті жылу, яғни глюкоза бізде энергия. Ол бізге қан арқылы келеді. Бірақ клетканың ішіне кіру үшін оған кілт, яғни инсулин қажет. Инсулин құлыптың есігін ашып кіру үшін ол рецепторларға қонады. Егер сізде инсулинге резистенттілік болмаса, қалыпты жағдайда инсулин рецепторлар арқылы глюкозаны клетканың ішіне кіргізеді. Қант диабетінің екінші типінде бізге үйдің ішіне глюкоза кіру үшін рецепторлар таза болуы қажет. Алайда диабеттің екінші типінде рецепторлардағы ақауға байланысты инсулин глюкозаны үйдің ішіне кіргізе алмайды. Яғни клеткада аштық жағдайы туындайды. Сонымен бірге миға сигнал барады да инсулин тағы да көптеп бөліне бастайды. Нәтижесінде диабеттің екінші типінде қанның құрамында қант та глюкоза да жоғарылайды. Диабеттің бірінші типінде бізде қанның құрамында инсулин болмайды. Яғни ұйқы безінен бета клеткалар арқылы инсулиннің бөлінуі жоқ немесе өте аз болады. Нәтижесінде біздің тағам арқылы түскен глюкозамыз жасушаның ішіне кіре алмайды. Яғни энергия жоқ. Сондықтан адамның қарны ашып, қант диабетінің бірінші түрі дамиды. Бұл жағдайда бірінші типтің инсулиннің жетіспеуіне байланысты емі инсулинотерапия. Диабет туралы пайдалы ақпаратты білгіңіз келсе, осы парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.